Have got және has got бастауыш сыныптың программасы бойынша. Мысалы, менде бар I have got, сенде бар you have got, ода бар he has got, қызда бар she has got, жануарда немесе затта бар it has got. Көпше түрінде we have got бізде бар, you have got сіздерде бар, they have got оларда бар. Мысалы, сөйлем құрастырайық. I have got a pen. Менде қалам бар. Қанша қалам бар? Бір қалам бар. Алдындағы сабақтарға қатысты. You have got a dog. Сенде ит бар. Бір ит бар. He has got a friend. Ода дос бар. She has got a bag. Ода сумка бар. Мысалы, ит ол бізде жануарға қатысты, немесе затқа қатысты дедік, я? Мысалы, ода бар, жануарға қатысты алып көрейік. It has got a nose. Мысалы, ода мұрын бар. We have got a house. Бізде үй бар. You have got a cat. Сіздерде мысық бар. They have got a book. Оларда кітап бар. Енді осы берілген сөйлемдерге сұрақ қояйық. Не істейміз бұл сұрақта? Сұрақта сіз мына тұрған have немесе has'ді сөйлемнің басына алып қоясыз. Яғни орындарын ауыстыра саласыз. Менде бар ма болатын болса, значит сұрақ have I got болады. Мына сөйлемге сұрақ қояйық. Have I got a pen? Менде қалам бар ма? Сұрақ менде болатын болса, жауап сенде болады. Я, сенде бар. Yes, you have. Мына сөйлемде have you got сенде бар ма? Біз не істедік? Біз алдықта have-ті сөйлемнің басына шығара салдық. Яғни сенде бар ма дедік. Сенде бар ма? A dog, ит бар ма? Сұрақ сенде бар ма болатын болса, жауап менде болады. Значит, yes, I have болады. Келесі, мына жерде не істедік сұрақта? Has'ді сөйлемнің басына шығардық. Значит, сұрақ has he got? Ода бар ма? Яғни олда бар ма деген сөз. Ода бар ма? Дос, friend. Егер сұрақ сізде he болатын болса, жауап тоже he болады. Я ода бар. Yes, he has болады. Келесі, қызға қатысты сұрақта не істедік? Has'ді алдына шығардық. Яғни has she got a bag? Қызда сумка бар ма? She болатын болса, жауап тоже she болады. Yes, she has болады. Жануарда бар ма деп сұрадық. Has it got a nose? Жануарда бар ма? Мұрын. Ода бар ма дейтін болсақ, жауап тоже ода бар болады. Яғни yes, it has болады. Көпше түріне кеттік. Бізде бар ма деп не істедік? Біз мына тұрған have-ті сөйлемнің басына шығардық. Have we got a house? Бізде үй бар ма? Сұрақ, мысалы, бізде бар ма болатын болса, онда, скорее всего, сіздерде деп жауап берсек болады, я? Я, сіздерде бар. Yes, you have. Енді, мынау you, ағылшын тілінде мына you сен, мына тұрған you сендер немесе сіздер деп аударылады. Яғни сұрақ, сіздерде бар ма мысық? A cat. Сіздерде бар ма болатын болса, жауап бізде бар болады, я? Yes, we have болады. Ал мынау have they got? Оларда бар ма? Оларда бар ма кітап? A book. Сұрақ they болатын болса, жауап я оларда, тоже they болады. Яғни yes, they have. Немесе no, they haven't деп те ала бересіз. Ал negative формда болымсыз түрін жасайын десеңіз, сіз просто мына тұрған have немесе hasға not жалғауын қосып қысқарта саласыз. Мысалға, менде жоқ болатын болса, I haven't. Міне, have-қа notты қысқарттық. Not, я? I haven't got a pen. Менде қалам жоқ. He, she'тта has been notты қысқартамыз, ол бізде hasn't болады. Яғни he hasn't, ода жоқ. He hasn't got a friend. Ода дос жоқ деген сөз. Тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше. See ya!